Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 8-ші сабақта біз көптаңбалы сандардың моделі, сандар тізбегі жаңа тақырып түсетін боламыз. Біз көптаңбалы сандарды оқуды, жазуды және салыстыруды үйренеміз. Бірінші тапсырмада кестедегі сандарды оқыңдар дейді. Алдымен кестемен танысып алайық. Бізде көптаңбалы сандар екі классқа бөлінеді. Бірінші класс ол бірліктер, екінші класс ол мыңдықтар бөлінеді. Және де осы бірліктер үш разрядтан тұрады. Ол бірліктер разряды, ондықтар разряды, жүздіктер разряды. Және мыңдықтарды үш разрядтан тұрады. Ол да бір мыңдықтар разряды, 10 мыңдықтар разряды және 100 мыңдықтар разряды. Біз осыған дейін айттық, миллиондар классы, үшінші класс миллиондар классы бар. Ал қазір біз мыңдықтар классына дейін оқимыз. Енді қарайық, бірінші сандарды оқып көрейік. 5 мың, бір мыңдық болып тұр. 45 мың, 10 мыңдық. 345 мың немесе 300 мың, 205 мың, 670 мың. Разрядталған цифрлар берілген санды алу үшін қанша бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық, 100 мыңдықтардың қосу керектігін көрсетеді. Разрядты қосылғыштардың қосындысын қалай айтамыз? Мысалы 371 болса, бұл жерде 300 қосу 70, қосу 1000 бар, Енді екінші тапсырмаға қарайық. Оқы және түсіндір есепте. 300 қосу 70, 370 болады. 300 қосу 200, 500 мың болады. 350 мың қосу 210 мың, 560 мың болады. 18 мыңға 9 мыңды қоссақ, 27 мың болады. 300 мыңға 453 мыңды қоссақ, 753 мың болады. 600 мыңға 95 мыңды қосамыз, және оған 200 қоссақ, 695 мың 200 болады. 450 мыңға 20 мыңды қосамыз, және оған 5 мыңды қоссақ, 475 мың болады. 15 мыңға 4 мыңды қосамыз, 19 мың, оған 300 қоссақ, 19 мың 300 қосу 5, 19 мың 305 болады. 800 мың қосу 10 қосу 400, 810 мың 400 болады. 60 мыңға 7 мыңды қосып, оған 80-ді қосақ, 67 мың 80 болады. Үшінші санда сандардың моделін үлгі бойынша салып көрсетеді. Бізге 163 мыңның моделін көрсетті. Ол жерде бір жүздік бар, 6 ондық бар, ондық мың бар, және 3 бірлік мың бар, Бұл жерде мыңдық классы болып тұр. Енді біз қандай санды көрсетеміз? Біз 530 санын көрсетеміз. 530 саны ол бірліктер классына жатады. Ол жерде 5 жүздік, 3 ондық бар. 345, ол жерде де 3 жүздік бар бірліктер классындағы, 4 ондық бар, 5 бірлік бар. 203, ол жерде де 2 жүздік бар, ондық жоқ, 3 бірлік бар. Енді 530 мың, бұл мыңдықтар классына жатады, 5 жүздік мыңдық бар, 3 ондық мыңдық бар, және қалғандарында жоқ, 345 мың, 3 жүздік, 4 ондық, 5 бірлік бар. 203 мыңда 2 жүздік және 3 бірлік мыңдықтар бар. Төртінші тапсырмада салыстыр, тура теңдікті дәптеріңе жаз дейді. 52 мың немесе 5200. Әрине 52 мың үлкен 5200-ден. 32 мың тең 32 мың. Бұл тура теңдік болады, осыны дәптеріңе жазып алыңдар. Екіншісі 302 мың 300 мыңнан үлкен болады. Бесінші тапсырмада сандарды разрядты қосылғыштарға жікте дейді. 470 мыңды қалай жіктейміз? 400 мың қосылған 70 мың. 953 мыңды 900 мың қосу 50 мың қосу 3 мың деп жіктейміз. Алтыншы тапсырмада мәтінді оқы, санды деректерді пайдаланып теңсіздіктер құрастыр дейді. Солтүстік Қазақстанның орманды даласында бұғы, елік, ақ қояндар кездеседі. Ғалымдар оларды бір апта бойы бақылап, 120 бұғы, 230 елік және 310 ақ қоянды тіркеді дейді. Қандай теңсіздіктер құрастыруға болады? Мысалы, 120 кіші 230-дан, 230 кіші 310-нан, 310 үлкен 120-дан деп. Жетінші тапсырмада да бізге теңсіздіктер құру берілген екен, қима қағаздардағы өрнектерді пайдаланып теңсіздіктер құр және жаз дейді. Мысалы, 4 көбейтілген 8 үлкен, 9 көбейту 2-ден, 9 көбейтілген 4 үлкен, 12 бөлу 3-ден, 7 көбейту 4, 5 көбейту 4-ден үлкен, 12 бөлу 2 үлкен, 18 бөлу 9-дан.
8-ші тапсырмада сенің алдыңда 3 жұмбақ хат тұр. Оларды көшіріп жазу кезінде әрқайсынан сандар жоғалып кеткен. Әр хаттағы сандардың орналасу заңдылығын тауып, жоғалған сандарды ата дейді. Мысалы, бірінші хатты қарайық. 2, 4, 6, 10. Бұл жерде қандай заңдылық болып тұр? 2-ге көбейіп тұр, 2 қосу 2, 4, 4-ге 2 қоссақ 6, 6-ға 2 қоссақ 8. Яғни бұл жерде жоғалған сан 8 екен. Екінші хат қарайық. 360, 320, одан кейін 240, 200. Бұл жерде қандай заңдылық? 360-тан 40-ты алып тастап отыр, 360-тан 40-ты алсақ 320 болады. 320-дан 40-ты алсақ 280, 280-ден 40-ты алсақ 240, 240-тан 40-ты алсақ 200 болады. Енді үшінші хаттағы жоғалған сан 222, 333, 444-тен, яғни 111-ге көбейіп отыр. Онда ең алдымен жоғалған сан 111 болады. Одан кейін 222, одан 333, одан кейін 444 болады. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.